Здравствуйте, ребята! 48-й урок. Сатпаев ученый и геолог. Сатпаев ғалым және геолог. Ты научишься различать слова, обозначающие количество и порядок предметов, писать связанные предложения по теме. Сен заттың санын және ретін білдіретін сөздерді табуды үйренесің, және де тақырыпқа байланысты сөйлемдерді жазасың. Упражнение первое. Послушай. Каныш Имантаевич Сатпаев родился в Павлодарской области, а знает его весь мир. С его именем связана казахстанская наука. Сатпаев был ученым-геологом, общественным деятелем. Он открыл месторождение меди и марганца в Жезказгане и организовал их добычу. Сатпаев написал первый учебник по алгебре, математике на казахском языке. За свою жизнь он написал свыше 640 научных работ. За его заслуги перед наукой и человечеством решением ЮНЕСКО 1999 год был посвящен Канышу Имантаевичу Сатпаеву. Қаныш Имантайұлы Сатпаев Павлодар облысында дүниеге келсе де, бүкіл әлем таниды. Оның атымен Қазақстан ғылымы өте тығыз байланысты. Сатпаев ол ғалым, геолог болған, қоғам қайраткер болған. Ол жаңағы мыс пен марганецтің Жезқазғандағы өрісін ашқан және оның алынуын ұйымдастырған. Қаныш Сатпаев ол қазақ тілінде математиканы ең алғаш рет жазған адам. Ол өмірінде 640-тан астам ғылыми жұмыс жазған. Оның жаңағы адамзаттың және ғылымның алдында жасаған еңбегі үшін ЮНЕСКО 1999 жылды Қаныш Имантайұлы Сатпаевтың жылы деп шешім қабылдаған. Для любознательных, ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. ЮНЕСКО дегеніміз білім, ғылым және мәдениет сұрақтары бойынша біріккен ұлттар ұйымы. Какие открытия сделал Сатпаев? Сатпаев қандай жаңалық ашты? Почему 1999 год был объявлен ЮНЕСКО годом Сатпаева? Неге 1999 жылы ЮНЕСКОның шешімімен бұл жыл Сатпаевтың жылы болып есептелді? Не үшін? Упражнение 2. Выпиши, жазып ал. Из текста выпиши сложные предложения, соответствующие схеме. Төмендегі сызбаға сәйкес келетін сөйлемді көшіріп жаз жоғарыдағы мәтіннен. Упражнение 3. Подумай и объясни. Ойлан және түсіндір. Правильно произноси слово месторождение. Как можно определить значение этого слова? Используй разные способы. Тырнақшаның ішінде тұрған сөзді дұрыс айтамыз. Және оның мағынасын қалай анықтаймыз? Түрлі тәсіл пайдаланайық. Первый способ. Найди в русско-казахском словаре перевод на казахский язык. Орыс-қазақ сөздігінен қазақша мағынасын тап. Второй способ. Прочитай в толковом словаре. Екінші тәсіл сөздіктен қара. Третий способ. Прочитай в контексте. Үшінші тәсіл контексттен оқы. Четвертый способ. Если это сложные предложения, сложные слова, раздели на возможные части и проанализируй каждую часть. Бұл күрделі сөз болса, оны бірнеше бөлікке бөліп, әр бөлігіне талдау жаса. Упражнение 4. Собери текст. Мәтін жинақта. Поставь предложение так, чтобы получился текст. Прочитай его. Сөйлемдерді рет-ретімен қоямыз, және мәтін шығу керек. Первое. Прочитай, чтобы использовать эти полезные ископаемые, надо их найти. Бұл пайдалы қазбаларды пайдалану үшін оларды табу керек. Этим занимаются геологи. Бұнымен геологтар айналысады. Полезные ископаемые, медь, железо, марганец, алюминий, уголь находятся глубоко под землей. Пайдалы қазбалар мыс, темір, марганец, алюминий және көмір бұлар жердің терең астында орналасқан. Геолог исследует и находит месторождения полезных ископаемых.
Пайдалы қазбаның өрісін геологтар табады және зерттейді. Запиши ответ на вопрос. Чем занимается геолог? Геолог немен айналысады? Упражнение 5. Прочитай обращение Сатпаева. Сатпаевтың сөздерін оқы. Работа в парах. Жұптық жұмыс. Дорогие мои джисказганцы, помните мои слова о том, что скоро здесь вырастет большой город? И вот он, молодой, красивый Жезказган, со своим морем и со своей рудой. Друзья, прошу вас беречь и заботиться о нем. Хоть и велики наши богатства, но не беспредельны. Жезқазғандықтар, қымбатты менің жезқазғандықтарым, менің сөзім естеріңізде ме? Үлкен қала өсет дегенмін осы жерге. Міне, үлкен қала Жезқазған, өзінің кен орындары мен өзінің теңізі мен әдемі жас Жезқазған. Сендерден өтінерім, оған қамқор болыңдар. Біздің байлықтарымыз тамаша болса да, шексіз емес. Ответьте на вопросы. Сұраққа жауап береміз. О чем спросил, а затем попросил Сатпаев жезқазганцев? Жезқазғандықтардан Сатпаев не сұрады және нені өтінді? Прочитай друг другу предложения, в которых есть знаки, вопросительный и восклицательный знак. Сұрақ белгісі және леп белгісі қойылған сөйлемді қайтадан оқимыз. С какой интонацией надо их читать? Оны қандай интонациямен оқимыз? Запиши выделенные предложения и объясни его смысл. Қарамен жазылған сөйлемді жазып, мағынасын түсіндір. Можно ли считать, что это обращение относится ко всем людям на земле? Қаныш Сатпаевтың бұл сөздерін барлық адамзатқа айтылған деуге бола ма? Да, конечно, да. Упражнение 6. Проговори правильно слова. Сөздерді дұрыс айтамыз. Число, сколько, который и какой. 11, 11, который 11, какой 11. 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20. Придумай и запиши два словосочетания. Екі сөз тіркесін ойлап тап. Образец. 11 тетради, 12 вагон, үлгі. 12 дәптер, жоқ 11 дәптер, 12 вагон. Запомни и запиши. Есте сақтап жазып аламыз. Геолог, геолог. Ископаемые қазбалар. Месторождение, өріс. Железо, темір. Марганец, марганец. Медь, мыс. Алюминий, алюминий. Жезқазған, жезқазған. Урок окончен. До свидания.